Çok az daha bir yaş çoğunluğu falan. 30'lar duruyor. Ana. 38. Kredi olarak oldu çok oldu. Cima'dan 25 yaşında. Bunun hakkında 5 gün orgun bir gün açılıyor. Tamam ders olmadı. Birinciden buradan tanıştık yoktu. Bizim işlememiz geldi. Birisini anlaştık. Moskova gelmişti. Yunus Usta İçki İşleri Ministeri'nin iş toplantısında 20 yıl okudum. 20 yıl içinde Yunus'un zaman çalışmalar. Yunus'un arasında türlü praktikada gördük. Kılmış kendileri gördük. Kılmışta gördük. Anam Moskova'dan gelip ama özüm çağrımında hazır жақсы жағынан başlasak бізді сүйіндірген маңызды қырғыз жігіттер басына жақсы көптеген қырғыз балдарды тәрбиелеп шығарып мына қырғыз тіліндегі ұлттараралық жаңағындай республикалар аралық мемлекеттер аралық турнирлерде чемпионаттарда араlarından çiftler oluşuyorlar. Gelecek yılda Kırgızistan'da ders çağına götürüyoruz. Suyunu uğraşıyor. Sen başka yerde yürüyorsun. Şu yerde işte otası var. Erteden geçip işte, buna geçinde gelip daha stadyon kurdu. Şunda da жақсы ешкім кетіп жасалды. Жақсы жақтар болып тұрса, сол жақсы екен да. Ал енді bir karmaydı, bir kuva çift ettiğinde. Sen kaç? 3 şampiyon biri vardı. 3 şampiyon biri. Bunda cengilemez, oy mesela 3 şampiyon biri. Bir zaldan mesela, bir kulüpten. O son varım 100 bala tutsalar mı? Biri aralardan bir öyle atı bulhap oldu. Buna birincisi var. Bayağı günü poyusun aslında bizim mekendeşsek bir ayrılsak kaldı ama bilmeyen işi yok. Ança bir cuma 3 yılın barında atı çıkarttı. Kırgız'ın жақсы жағынан çıkardı attı, жама жағынан çıkarttı. Жақсы жағынан. Bari жөнler poyus kalma 8 günge dayanып kaldılar. Hazır уже metrodan qarap başladılar. Şunda жақсы болады. Mına geçen günü 5 Kırgız bolar dvornikler. Келіп тұрып бір орыс аяғымды зорлықтап туып отырсаң бір аяғы бүйесін темірменен башқа чапқан бүйесін полицияда пресспен тиіп өзін алып келіп тұрып зорлықтап қойшы бомж аяғы ояқтарына Москвада 500 мың 1 миллион қанша қырғыз болса ошо 5 қырғыз барын атына көз жауып қойды оны неге айтып отырмын көрдіңіз бе 5 kırgız bir iş kılıçtı. Hatta bir Ulut'un yüzünü yamacağı tiyordu. Senin kulüpten aramızdan bir öngör bir koşul uyuşkan olmuştu top Orkun'un sastavına bir Torames yolu düşüp buraya tonu bizim oluşta düştü mü? Senin kulüpten balların altına söz diyor. Aykul manasının balları Torames işleriyor. Bunlar kança 2012 yıldan beri patriottırdı, kıskardı. Onda o kança video çıkıyor.
сабағандар бар. Жыланашты қордоп. Ошолор аны патриот болсақ, ошол видеоны таратып чықты. Адамды камап ошол жаман жакка киргизип коюшты. Батылы. Ал жерден алгыла кандай болуп чыгат дешет. Турабы? 3 жаш балдар кезде. Жап-жаш болду. Аяққа кірген бір şey жақсы болып чыгат деген şey дейді. А патриот деген сөздің маанисын кимдер айтпаса? Bu ne patriot dedi? Orusça patriot dedi. Ne bu? Lan? Улупчул эмес, патриот dedi. Атамекенди коргоо. Атамекенди коргоо. Дагы патриотту да кол менен санасак көп жакшы жак, топко жакшы жактар. Ошондо патриот деп, Кыргыздын патриоту, Кыргыздын колунду төшкөн жүрөгүмө кармап айта турчу сөздөр. Мына ошол маселени улап калыштыр. Желекти жерлер dünya üstünde dünyanın çempiyonluğu çalışması o patriot. Kızın namazı, kızın hakkı, жақсы жағынан шығарып, ошолорду патриот жасап. Анан өзүмдүн ошол карындашымдын же эжеңди видеого тартып ошону кордоп, анан бүт дүйнө жүзүнө видеого салып ийген ошол кантип патриотчулук болду. Наоборот, ошол Кыргыздын атына көө жаккан жаман жактар болду. Туурабы? Ким менен кошулбайт? Ким ошону туура деп эсептейт? Ошондо кордогон видеолорду тартып жана чыгарып. Аслы 20-жылда иштеп атат. Антип баягы илгерки акыркы мурдагы заманда кайрылып барып, самас туткулуп, андан токо жаман болот. Буйсан ар бир менен байкап турганда. Болбоду менен негиден үчүн босмак. Туура түштү життер. Эң биринчи башка элдин аймагында иштеп атат. Башка мамлекеттин аймагында иштеп атат. Экинчиден ошол мамлекеттин мыйзамын сыйлашыбыз керек. Үчүнчүдөн ар бириге башка ошол мамлекетте кыргыз деген улуттун жүзүн алып жүрсүң ар бириге. Жаман жактан чыгарбай, жакшы жактан чыгарбай. Надо бул метрого секилдирет. Надо бул дагы башка сууга секилдирет. Бирөөнү сактап калгыла. Пожар болсо, пожарга кирип барып алып чыккыла болуп калды. Ушундай жакшы жактарын чыгарып Без причины секретной, ошондой жакшы жактардан чыгарып анан кичине анча-мынча жаңылдыр жүргөн досторум бар, шериктерлерге тура эмес жолго баратса, акырын тартып бара досум деп. Кайра жакшы жолго салып. Мына бул жерде спортсмендер эң биринчи риск силерсиң. Жакшы чыгып, жакшы мындай результаттарга жетип калганда ошол тиги туура эмес жолдо жүргөн балдар силерди тартат. Жеңил акча тапканда үндөйт силерди. Ал жерде мына мен 20 жыл иштеп жүрүп айтып көрдүм. Акыры жакшы мүмкүн эмес ал. Может бир күн чыгайсың. Бир жерден жеңил акча аласың. Бир жерден бирөөнү ыйлатып дагы эмес кыласың. Бир күн 2 күн чыгайсың. Анан ар жакка түрмөгө барып отурасың. Жакшы болуп калса ошол түрмөдөн аман-эсен чыгасың да. Түрмөгө барган ким араңда отуруп чыккандар барбы ошо кайсы түрмөгө? Жокпу башка? Ким бирөө жарым барбы ошондон айтып аткан жыргап атам ишин эмгиле койгон. Жокпу? Режим деп коет аякчы. Биздикинде жана кырсаларга чыгарып чокчой отурушпойт бул. Эртеден кечке бекер иштешет ошол жердечи. Ичинде заводдор бар, ар кандай промышленный зоналар бар, ошол жерден эртеден кечке иштешет. Бекер ошол жерде 5 жыл, 10 жыл ошол жерде отурат. А уже өкүнгөндө уже пайда жок. Лучше мына азык бул жашооңузду эмнесин? Бошкондук турабы? Сенде эч ким кыйнабайт. Эч ким бирөөнүн мойнуңарда андай кылбайт. Келгиле тренировкаларды кылгыла. Жумуш издеп, жумуштап, зарплатаңарды алып,
Adamın ben adam akşamının şey yapıyor. Ama barlar yaşlar bir gelişenler aldı da vakit batıyla bilinmeydi. Giyin art tarafı çayıp ömür babasına verdi. O vakittan evet. Ebu'nun ömrü varlar. O gelip aytqanda biz şunu. O sözге mani berip turuz. Ömür babаларда o Россияның бастайды, Сибирьде бір түрмеде отырып. Сонда өкім қалбаш керек. Bir жерде жашылып қашып жатып, розыкта жүргенде. Мен ишенемін сіздерге, мына барыңар. Мен айтқан сөздерді хотя бы 50%-тен өйлесін өзің органда қабыл алып жатыр. Жаңағындай кешегідей тұрмас іштерге барып алған. Қыңыр еш қыршылда білмейді. Өзімді ақылды сезіп, бұл жерден бір жаман іш қылсаң, білінбей қалады. Все равно білінеді. Кейін өкініп болады. Бұл деген жаман жағы. Ешті жақсы жақтарына көп. Үйлеріңді бағып отасыңар. Жақсы жақтарына көп. Біздің ешкімді дайым ашық. Біз посольствода отырамыз. Біздің сотрудниктермен Абдус Лазович, полковник милиции, доктор наук, им оқытса, білім керек болса, білімнен сусып отсаң ағында. Келіп консультация алсаң ағында. Белгілі, кім қиналып отса, тура емеспен жолға адашып, бір жерден тура емес вопростар болып, то есть қиналған өзіңір жоқ тауып айтқан сұлулық болса келгілі. Біз дайыма жардам береміз, дайым. Жаман жолғы жерге түшіп баратып, тура емес. Түшінбестіктер болса келгілі дайыма. Қиналып атсаңар келгілі. Біз үстіңіз тура емес қылмыстар болса келгілі дайыма. Біздің ешік дайыма ашық. Самый жол көзі үшін солар болды. Düşünüyor musun? Balдар, менің жақсы түстік болғылар, азыр айтылған сөздер, жөтсі жақсы сөздер болды. Анан кейін ойлы болғылар, ушынтып келілер бізге айтып қойыткен анан болды демек, бұл азыр бірінші жол ушында болуды. Біз қанша спортсмендер шығарып, только жақсы жағымыздан шығарғанымыз үшін, информация бар болған үшін айкөлманасы. Бұл айкөлманасы бардығыз бір. Мен сізге айтам ғой, мен өзім жалғыз айкөлманасы емеспін деп. Сіздермен бардығыз бірігден біз айкөлманасы, спорт клубы бір туғанбыз. Ошон только жақсы жағынан көргөзүлгөн. Бул чисто мындай силерге сабак айтып, демеге кийинкисин уже кечирилбейт уже. Уже эч ким жардам бере албайт. Ошо камаласыңар кийинкиде, если ошондой жолдорго бара турган болсо. Силердин акыңар жок, силер вообще акыңар жок. Башка эле жерде жүрүп, бирөөлөрдү силер мынтип жооп атасыз мындай деген. Түшүнөбүзбү? Ойлобу, Аскат байке жакшыбай экен, келе жакшы нерселерди айтып коет экен деп ойлобула. Кийин дагы бир Кудай сактасын ушундайлар. Ар бир айтылган сөздү жакшы меңгерге коюп, бир чыгарбастан өтө жакшы өзгөрүү алып алып, түшүнүп эле. Бул билим өтө күчтүү аракет, күчүңүзгө ударына тепкендей караганда, түшүнүпсүзбү? Көп балдар маалыматы жок. Билбестиктен көп дөрмөт иштеп улашып. Мен жана айткан сөздөрдү барын көп иштегенде туура жолду айтып, чөтүчү жолду жүздөрдү айтат. Ошондо дегендер. Бургаз айткандай, сен ушундай иш кылсаң, эми да келип күтүп ölбөйсүң. Бирок, биринчи келип силерге түшүндүрүү иштерди көрсөтөт. Башка да азыр спорт залдар бар, ушундай сүйлөшөбүз балдар. Арасынан акылы бар балдар. Өзүнө несин тутуп кана көзгө результат чыгат. Үчүн сен айтып атасың. Баарына жаш балдарсың. А сен жаш балдарсың. Ошон үчүн адашып калганга жок, адашып түз жүргүлө деп. Тек ошону үчүнчү колдоп атабыз да. Любой киши жаңылып калышы мүмкүн. Сүйлөштүккө эмне суроолор бар? Давай ачык суроолор болсо берилет. Ошон үчүн жакшынан жаш балдар камалып кетип, анан жаман уже камалгандан кийин оюңарчы уже вообще башкача өзгөрөт. Ошол нерсеге барбасын деп силерге түшүндүрүү иштер жүрүп атат. А силер болсо кээ бир сен айтканда барбабайсың. Мен сага айттым го, туурабы? Айтканда угуш керек. Сен бул жакта болуп тур, ооба дегенден адам
Sizler просто bilgili, kim жақсы жаққа айтады, ким жаман жаққа айтады. Biz büyüdürüp katı diye айтады. Sizlerin başkaları hep sen kuştusun, sen mağdur, sen muhtaççı desene. Sen kuştusun diyor. Onlar maktap kara жаман жолға салышы. Ошондун үчүн силерге даже биз катты айтып атабыз, мындай болуп жатат. Это значит биз силер жакшы болбойт деп айтып атабыз. Ана көп туура түшүнбөй, ошентип кайра неме болот, жаман жолго түшөсүң. Ошондун үчүн айткан болот.